Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тақырып артикльдер деп аталады. Артикльдердің өзі екіге бөлінеді: definite және indefinite деп, яғни анықталған және анықталмаған деп. Анықталған артикль бізде the болады, ал анықталмаған артикль бізде a немесе n деп n артикльдер болады. Ол бізде мағынасына қарай one дегенді білдіреді. One деген сөзден шыққан кезінде осы an артиклі. Бұл артикльдер бізде саналатын және жекеше түрдегі зат есімдермен бірге жүреді. Қазір енді барлығына асықпай тоқталайық. Жалпы енді артикль қай кезде жүрмейді? Ол саналмайтын көпше зат есімдермен, көпше түрдегі зат есімдермен жүрмейді. Ескерту: бізде артикль тек қана зат есімдермен бірге жүреді. Басқа есімдер, есімдіктер деген сияқты нәрселермен жүрмейді, тек қана зат есімдермен жүреді. Бізде мысалы артикльде demonstrative pronouns деген бар, яғни сілтеу есімдіктері, бұл кезде бізде тоже артикльдер қолданылмайды, яғни есімдіктерде сын есім, сан есім сияқты есім сөздерде бізде артикль мүлде қолданылмайды. Сілтеу есімдіктер дегеніміз ол this, that, this, those деп аударылады. Мысалы this book is mine. Бізде book деген саналады және ол жекеше түрдегі. Бізге в принципе мынақты an артиклін қойсақ болады, бірақ бізде мына demonstrative pronouns, яғни сілтеу есімді қолданып тұрғасын, біз артиклді ұмытамыз. Уже мынандай сөздерді көрсеңіздер, артикль жоқ деп уже миларыңызға қондырып алуыңыз керек. Яғни артикль ол пронаунстардан, яғни есімдіктерден қорқады, ол вообще бірге жүрмейді. This, that дегеніміз ол қандай зат есімдермен бірге жүреді? Көріп отқандарыңыздай, жекеше, яғни book деген бір ғана кітап, car деген бір ғана машина, яғни жекеше түрдегі зат есімдермен бірге осы this, that жүреді. Бұл қатаң есте сақтаңыздар. Және де екіншісі I can't read these words. Мен мына сөздерді оқи алмаймын дейді. Мына сөздерді деп көпше түрдегі зат есімдермен бізге осы this жүреді. Және де look at those stars. Ана жұлдыздарға қарашы деп айтып тұр, This деген мынау, ал those деген анау. Міне, анау жұлдыздар деп аспандағы алыстағы заттарды көрсетіп тұр. Және де stars деген жұлдыздар, көпше түрдегі зат есімі, сол үшін біз those'ты қолдандық. Бұл кезде де тоже саналады және көпше түрдегі біз мысалы the артиклін қолдансақ болар еді, бірақ біз қолданбаймыз, себебі this, those тұр. Сол үшін артиклді ұмытамыз. Енді бізде артикль және сын есім, яғни бізде сын есім мен зат есім бірге жүреді, мысалы big house, үлкен үй. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Зат есім мен артикль всегда бірге жүреді деп айттық та. Мысалы, бірақ сын есім кіретін болса, араларына ол кіре береді. Ал бірақ бізде міндетті түрде осы сын есімнің алдында жүреді. Big a house деп айтуға болмайды. Сол үшін де артикль bigтің алдында тұрады, ол бірақ bigке қатысы жоқ. Ол именно houseға байланысты айтылып тұр. Ал мысалы, егер сын есім арасында, артикль мен зат есім арасында көп болып кетсе не істейміз? Ол кезде де тоже біз артикль ең алдына қойылады. Ерекше жағдай, именно кофе, tea, juice деген сияқты зат есімдермен артикль ешқашан ажырамайды, бірге жүреді. Так, бұлар еще саналмайды. Мысалы, бір кофе салайын ба сізге деп айтылмайды, мысалы, бір шай ішесіз ба, или бір шырын ішесіз ба деп айтылмайды. Бірақ бұлар ерекше жағдай болғасын, біз оларды осылай қалдырамыз. Оны өзгерте алмаймыз біз. А артиклі дауыссыз әріптен басталатын зат есімнің алдына қойылады. Яғни біз an-ді қай кезде қолданамыз деген сұрақ туындауы мүмкін сіздерде. Егер осы әріптерден басталатын болса, біздің зат есіміміз, біз онда a артиклін қолданамыз. Ерекше жағдайлар: a uniform, a university, a universal. Бізде u дегеніміз негізі ол дауысты әріпке жатады, бірақ ерекше жағдай uniform, university, universal деген сөздер бізде осы
қатып қалған жағдайлар болып табылады. Бұл әсіресе ұбт-да кездесіп қалуы мүмкін. Сол үшін де ұбт-да ағылшын тыңдап отқан оқушылар міндетті түрде мұқият қарап жазып алыңыздар. Бұл өте маңызды заттардың бірі. Енді дауысты әріптер. Бізде A, E, I, O, U деген әріптер, иә? Осы әріптердің алдына бізде N, яғни N артиклі әріп емес, мына жақта қате кеткен екен, N артиклі жүреді. Иә? N артиклі жүреді. Ерекше жағдай бізде H деген негізі, міне H дегеніміз дауыссыз, иә, бірақ мына жақта біз A қойымыз керек еді, бірақ біз мұнда an hour, an hair, an honest деп тұрық, иә. Неге біз A-ді қоймадық? Себебі H оқылмайды, an hour. H-дан кейінгі әріптен бастап оқпасаймыз, сол үшін де біз n қойдық. Сол үшін де an hour, an hair, an air, an honest деп оқылады. Кешірім сұраймын, кішкене ауырып отырмын. Ауырып отырып түсіріп отырмын мына видеоны. Сол үшін даусым анық шықпай қалуы мүмкін кей кездерде. an қоярда артиклдің дәл оң жағында орналасқан сөзге қараймыз. Мейлі сын есім болса да. Мысалы, біз жаңағыдай сөзді қойған кезде міндетті түрде оң жағындағы басталатын сөздерді, мысалы, зат есім емес, оң жағында A-мен бірге жүретін сөзге қараймыз. Ол қандай әріптен басталады, дауыссыз ба, дауысты ма? Сол үшін де біз ол жаңағыдай соған байланысты A-N деп қоямыз. Так. Бұл жерде біз саналмайтын зат есімдерді, мысалы bread деген нан, иә. Мысалы нан деген өзі саналмайды. Мысалы неше нан жейсің деген сияқты да. Қағаз тоже саналмайды. Пицца тоже саналмайды да. Бірақ біз ол саналмайтын зат есімдердің өзін біз артикльдер арқылы жаңағыдай артикль жағдайында біз өзгерте аламыз. Мысалы bread, a loaf of bread, нан үзімі, бір нан үзімі, иә. A piece of paper, қағаздың бір бөлігі. Пицца, пиццаның бір тоже бөлігі, a slice of pizza деген бір бөлігі. Сол сияқты біз осы артикль жағдайында осыларды сипаттаймыз. Бұл ұбт-да тоже кездеседі, сол үшін де прям барлығын жазып жаттап жүріңіздер. Мысалы, a kilo of sugar, қанттың 1 килограммы. Саналмайтын заттарды біз осылай артикль арқылы сипаттай аламыз. Бұл тоже қатып қалған нәрсе, оны білуіміз керек барлығымыз. Енді пронаунстарға тоқталайық. Жаңа айтып өткенімдей, артикль пронаунстарда мүлде қолданылмайды. Тек қана object пронаунста қолданылуы мүмкін. Яғни, object деп тұрғанымыз міне мынау, иә. Me, you, him, her, it, us, you, them деген сияқты кездерде біз артиклді қолдана аламыз. Ал қалған жағдайлардың ешқайсысында қолдана алмаймыз. Вообще артикль деген затты ұмытыңыздар пронаунсты айтқан кезде. Пронаунстар деген жаңа айтып өткендей есімдіктер. Менікі, сенікі, оныкі деген сияқты. Өз бетімше, өздігімнен, ол өздеріне, өздерімен өздері деген сияқты кезде қолданған деген сияқты сөздерді қолданған кезде сіздер артикльдерді қолданбайсыздар. Object pronouns, яғни give me a car. Яқта міне маған деп тұр, иә? Маған, саған. Осындай кезде бізде артикль қолдануы мүмкін. Ал қалған кезде вообще қолданылмайды. Есте сақтаңыздар. Negative pronouns деген бар, тоже болымсыз есімдіктер. Жаңа кестеде жоқ, сол үшін бөлек шығарып қойдым. Артикль бұл кестеде жүрмейді. Осыдан сақ болыңыздар. Енді осы A, N және Z артикльдерін кеңінен талдайық. Негізі бұл өте ауқымды тақырыптардың бірі. Сол үшін мен сіздерге оны бірнеше презентация арқылы талдайтын боламыз. Барлығыңыз мұқият қарап алыңыздар және жазып алып отырыңыздар. Өте маңызды заттардың бірі. Біріншісі сөйлем. Оқып көрейік. I had a sandwich and an apple for lunch. The sandwich was not very good, but the apple was nice. Мен обедке, яғни түскі асқа сэндвич пен алма
бар, иә, алманы жедім. Және екінші сөйлемде the қолданып тұр, иә. Яғни сэндвич ондай қатты күшті болған жоқ, бірақ алма өте жақсы болды, ұнады дейді, иә. Бірінші сөйлемде I had a және an apple деп тұр. Енді and-ді неге қолданғанымыз білесіздер, ді қолдадық себебі бізде зат есіміміз сэндвич, яғни с әріпінен дауыссыз әріптен басталып тұр. N дегеніміз ол неге n, себебі ол келесі сөз ден басылып тұр, яғни дауысты әріптен басылып тұр, apple, иә. Сол үшін біз n-ді қойдық. Сіз бұл әңгімеде зат есімді бірінші рет айтып тұрсыз, иә. Бірінші рет қолданған кезде зат есімді сіздер an артиклін қолданасыздар, ал екінші сөйлемде the артиклін қолданасыздар, себебі сіз ол зат есімді екінші рет айтып тұрсыздар. Екінші сөйлемде a man and a woman were sitting opposite me. The man was American, but I think the woman was British. Бір ер кісі мен әйел кісі менің алдымда отырды дейді. Не? A man және a woman. Man және woman бір әңгімеде бірінші зат есімдер, иә. Және дәл сол зат есімдерді екінші рет қолданған кезде біз міне the артиклін қолданамыз. The man was American. Сіз себебі ол зат есімі туралы уже анықтап айтып алдыңыз. Сіздер білесіздер, анықталған артикль дегенімізде, ал анықталмаған болса, ол бізде an болады. Сол үшін де бізде the-ні екінші сөйлемде қолданамыз. Яғни ер кісі американдық болды, ал әйел кісі британдық болды дейді, иә. Үшінші сөйлемде when we were on holiday, we stayed at a hotel. Біз каникулда болған кезде, демалыста болған кезде біз отельде болдық дейді, иә. Это hotel. Анықталмаған әлі қандай hotel екен. Бірақ енді келесі сөйлемде біз толығырақ айтып беріп жатыр, иә, ол отель туралы. Яғни кейде біз отельде іштік тамағымызды, кейде ресторанда іштік дейді. Ресторан туралы біз бірінші айтып тұрық, сол үшін де a болды. Ал отель туралы біз екінші айтып тұрық, сол үшін де the болды. Енді түсінікті деп ойлаймыз сіздерге, иә. Анықталған, анықталмаған деп мағынасын түсіне алсаңыздар, қолдану оңай болады. Не астындағы мына ережені міндетті түрде жазып алыңыздар, дәптерлеріңізге бір қызылмен, маркермен бояп қойыңыздар. Екінші сөйлемде the артиклін нақты белгілі бір затты айтқанда қолданамыз. Яғни анықталған артикль, бізде. Мысалы, Айдар sat down on a chair. Бұл жерде бізде нақтылық жоқ ешқандай, кез келген бір орындыққа отыра салды, иә. Сол үшін де біз қойдық. Ал егер біз Айдар sat down on the chair nearest the door деп айтатын болсақ, бізде бұл жерде нақтылық бар. Яғни Айдар есіктің қасындағы орындыққа отырды. Есіктің қасындағы деп біз нақты айтып тұрғасын, біз оған the-ні қолдандық. Екінші мысал, do you have a car? Сенде машина бар ма? Жалпылама, нақтылық жоқ, сұрап жатыр, иә. Ал екінші сөйлемде мысалы мағынасына қарайық. I cleaned the car yesterday. Мен машинаны кеше тазалап қойдым. Енді ол кез келген адамның машинасын бар тазалап қоймайды, әлбетте өзінің машинасын немесе әкесінің машинасын тазалап қояды, иә. Сол үшін де бізде бұл жерде нақтылық бар, сол үшін де біз the-ні қойдық. Ал мына жерде нақтылық жоқ, сол үшін де a-ді қойдық. Үшінші салыстыру. an артиклін зат немесе адам түрін, яғни қандай деген сұраққа жауап берген кезде қолданамыз. an-ді адам немесе зат түрін, типін айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, we stayed at a very cheap hotel. Біз өте арзан отельде тұрдық дейді. Қандай? Өте арзан. Ал екінші сөйлемде the hotel where we stayed was very cheap. Бұл жерде бізде нақтырақ айтып тұр. Біздің отель, біздің тұрған отеліміз арзан болды деп просто айтып тұр. Мынақты акцент арзан дегенге түсіп тұрған жоқ. Енді біз тұрған деген сияқты нақты айтып тұр. Сол үшін біз the-ні қолдандық. Ал қандай деген сұраққа жауап берсе, қандай отель? Арзан отельде, өте арзан. Біз ол кезде a-ді қоямыз. Не қандай деген сұраққа жауап беретін болса, an артиклін қолданамыз. Төртінші, the артиклін біз нақты не нәрсе туралы айтып жатқанымызды білгенде қолданамыз. Мысалы,
сіз бөлмедегі заттарды айтып жатқан кезде қолдансаңыз болады. Бөлмеде қандай заттар бар? Мысалы есік, лампа, кілем деген сияқты айтқан кезде, нақты бір бөлмедегі затты айтқан кезде сіз the артиклін қолданасыз. Мысалы, досыңызға айтасыз, can you turn off the light, please? The light. Уже сіз мына бөлмедегі көзге көрініп тұрған нәрсені айтып тұрсыз, жарықты сөндіре аласың ба? Өтініш деп айтып тұрсыз. Сол кезде the-ні қолданамыз. Немесе сіз дүкенде жүрсіз, сол кезде сіз дүкендегі бір адамға айтасыз, I would like to the manager, please. Мен менеджермен сөйлесуім керек. Мына кішкене қате кеткен сияқты. I would like to speak. Яғни мен менеджермен сөйлескім келіп тұр, өтініш деп айтып тұрсыз, иә? Сол кезде сіз нақты сол дүкендегі, келесі бір бутиктегі менеджермен емес, дәл сол дүкендегі менеджермен сөйлескім келіп тұрғасын нақтырақ жақындатып айтып тұрсыз, иә? Бір помещенің ішіндегі, сол ішінде біз the-ні қолданамыз. Бизнес сөйлемде go to етістігімен бірге қолданамыз. Мысалы, I have to go to the bank and then I am going to the post office. Мен банкке барамын және кейін почта офисіне барамын деп айтып тұр. Яғни going to, go to деген кезде біз the-ні қолданамыз. Міне go to-дан кейін көңе направление беріп, және де именно қай жаққа бара жатқандығы туралы айтқан кезде the-ні қолданамыз. Екінші сөйлемде she's going to the doctor. I don't like going to the dentist. Мен дәрігерге бара жатырмын. Дәрігерге. Кез келген дәрігер емес, нақты бір белгілі бір дәрігерге. I don't like going to the dentist. Мен стоматологке барғанды ұнатпаймын деп нақты айтып тұр. Стоматолог екен, иә? Бір нақтылық бар, сол үшін the-ні қолданамыз. Алтыншы сөйлемде A, N, the артиклерін енді өзара салыстырайық. I have to go to the bank today. Мен бүгін банкке баруым керек. Go to, иә? Go to-дан кейін the қолдандық. Енді екінші сөйлемде is there a bank near here? Бұл жерде жақын жерде бір банк бар ма? Деп сұрап тұрсыз. Бірінші рет келіп тұрсыз, анықталмаған белгілі бір сөйлем, иә? Мысалы, нақты білмейсіз, қандай банк бар ма, жоқ па, сол үшін біз бірінші сұрап жатырмыз, және де A болады. I don't like going to the dentist. Go to. Бұл жерде go to-ға байланысты бізде the қойылады, dentist. Және my sister is a dentist. Сіз апаңызды, әпкеңізді тіс дәрігер деп таныстырып жатқан кезде қолданасыз. Жетінші сөйлемде A-N ол жаңа айтып өткенде ең басында one деген сөзден шыққан. Яғни бір деген мағынаны білдіреді. Сол үшін де, мысалы, аптасына, күніне, килограммына, осынша деген сияқты айтқан кезде сіздер A-N артиклін қолданасыз. Мысалы, I go to the cinema about once a month. Мен киноға айына, міне, айына деп тұрғасын A-ді қолданасыз. Бір рет барамын дейді. Мына how much are those potatoes? Бұл жаңағыдай картоптар қанша тұрады деп сұрап тұр, иә? Килограммына $1,5 деп жауап беріп тұр. Килограммына. 1 килограммына, 1 айда, 1 күнде деген сияқты, иә? Helen works 8 hours a day, 6 days a week. Былай айтып тұр. Гелена күніне 8 сағат жұмыс жасайды, ал аптасына 6 күн жұмыс жасайды деп тұр. Аптасына дегесін a week, күніне дегесін a day, айына дегесін a month, килограммына дегесін a kilo болады. Достар, енді барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын.
сол үшін де барлығын жазып жаттап алып жүріңіздер. Бұл әлі аяқталған жоқ. Мен бірнеше презентация жасаймын бұған байланысты. Сол үшін де барлығын дұрыстап уақытылы жасап жүріңіздер. Ал бұл бізде сіздерге берілген тапсырма, мұқият орындаңыздар. Барлықтарыңызға тілектеймін. Сау болыңыздар. Міне мына 2 тапсырманы орындайсыздар міндетті түрде. 72-де 1, 72-де 2, 72-де 3, 72-де 4. Сау болыңыздар.